Жұмыр жердің бір түкпіріндегі алақандай ауыл төңкерісте өмір кешкен әсемгүлдей арманшыл әйелді осы тақылеттес ешбір ауылдан, тіпті сол әлем атын алған жалпақ жаһаннан да іздеп таба алмассың. Арман шіркін таусылған ба, арман шіркін қамшы салдырған ба? Бірақ әсемгүлдің арманы ешбір екі аяқтылардың арманына ұқсамайтын да. Сол екі аяқты адам атын алғандар әсемгүлдей арман иесіне қос жанарын тік қадап қарай алмай, беттері алаулап, әркез теріс айналар еді. Бірақ әсемгүл сол ұяттан өртенген жандарды көріп тұрып арманының күрс тамырына ешқашан да балта шапқан емес. Қайта сол ұятқа шабылар балтаны қайрап, жанып, кейін тықсырып қоя берген. Әсемгүл арманына жетер күн алақандай төңкеріс ауылындағы өзін қоршаған адамдардың алапат қуанышы мен сүйіншін, жүрек құжаттарды құтты болсыннан күтіп еді. Осы кезге дейін өзінің бұл дүниеде ештеңеге тең келмес арманын аяқ асты еткісі келгендер бәрінде ұмытып, ақ пейілін алдына салып, аңқылдап келіп, арқа-жарқа болар деп күтіп еді. Сөйтсе, арман шіркіннің соңынан мұң деген қосарбасы көлеңкедей ербеңдеп қалмайды екен ғой. Адамзаттың екі аяқтының бәрі бірдей емес. Оның да жақсы бар, жаманы бар. Біреулер жарық жалғанға шыр етіп келгенде қанымен қалап тауар жақсылықты, сол қанда бар жақсылықтан жарым жолда айырылып қалатындар да аз емес. Оған кінәлі де адамның өзі. Күн мен түнді бірге қарсы алып, бірге шығарып салатын осылар. Ал арғы бергі атасынан бергі қанына жамандығы мен залалдығы бар адамдар бертін келе жамандық атаулының тамырына балта шауып, тек жақсылықтармен ғана жарқын жүреді. Жер мен жүзге бөлінгендерге жирене қарайды. Бұл да адамның өз басы себепшісі. Күн мен түнді бірге өткізген ортасы себепші. Осы арада ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген мәтелдің де мәнін жоғалтып түкке аспай қалғаны бар. Сонымен бәріне себепші адам, адамның бір өзі екен. Әсемгүл бұл қалғанда жер ортасына жетіп қалған жасына шейін мың ойланды, мың толғанды. Тіпті адамның ішкі сырын саралауға келгенде адамтану ғылымымен айналысып жүрмін дегендер де жолда қалар еді. Әсемгүл өзінің әсем өңіне, әсемдікті сыйғызған жүрегіне бәрінде сыйғыза білді. Ол сырт көзге әсем, жайдары көрінгенмен, жүректегі мұңына, арманға толы мұңының теңдесіне ешкімді де, ешбір екі аяқты адамды да бойлаттырмас еді. Адамдардың екідай болып, Райымбек даусы шыққанда, ағысы кілт тиіліп, екіге бөлінген, іленің суындай екіге бөлінерін ол өмір бойында іштей сезіп келді. Бірақ дәл бүгінгі күнге әкеп тіремеп еді. Сезгенде, осыған дейін басынан асыра айтылған күбір сыбырдың бәрі де кешірілді. Кейінге қалған сөз деп қайрылмады. Дәл бүгін 4 ондықты артына тастап келіп, осы дуанға әрең жеткенде осылай болар деп тіпті үш ұйықтаса түсіне кірген емес. Өксігенге булығып, төргі бөлмедегі үкі тағылған ақ шымылдыққа қарады да, одан бетер өксіді. Бос қалған шымылдыққа қарап тұрып, дәл бір ұзатылар қыздай ұзақ сыңсыды да, әлгінде далаға қарай тұра қашқан ұлын іздеді. Есік алдына шығып еді, әудем жерден ағатын арық жағасында қараңдап 2-3 жігіт тұр. Әлгінде оларға да ескерткенді. Сағатқа абай болыңдар, ешқайда жібермеңдер, деп. Қасында 2 жолдасы өзі не деп отыр екен. Үйге қайта кірді. Киім ілгішке әспеттеп іліп қойған ұлының әскер киіміне бір көз тастады да, ақ шымылдыққа қолы дірілдей ашып, ішіне көз жүгіртті. Жоқ, ешкімде жоқ. Құлазып бос тұр. Әлгінде ғана еді. Сүметілген ақ орамалы бетін бүркеп, ұяңдықпен ұялып төмен қараған келіншектің 2 жанына осы үйдің маңындағы қызғырқын сағаттың кластас қыздары келіп отырып, апыр-топыр арқа-жарқа болып жатқаны.
Жақсылықтың отын тұтату қандай қиын болса, су сепкендей етіп өшіру де сондай оңай екен. Қас пен көздің арасында, сонау арық жағасында жүрген Сағаттың әскерлес жолдасынан басқаның бәрі біреу келіп ат қосып қуғандай тым-тырақай жоқ болып кетті. Жұртта қалған ауылдай деген осындай-ақ болар. Әсемгүлдің әдемілігіне таңырқап, сұлулығына тамсана сөз етіп, кейде бетін шымшып, кейде басқа салғанның айыбы жоқ, бәрі де жазмыштың ісі деп, адам демес тағдырды кінәлайтын ауылдастары қайда безіп кеттіңдер? Осындай өшуге айналған ошақты көрік болып үлгермейсіңдер ме? Суыған жүрекке демеу болып жылу дарытпайсыңдар ма? Тәңірі Әсемгүлдің маңдайына сұлулықты да бір адамның маңдайына жазғандай-ақ бат етіп тұрып жазыпты. Мұны айтқанда дұрысқа бұрыс, түзуге қисық, ілік іздеп жанталасар, адамзат ләм-лим деп ауыз аша алмас еді. Тіпті Әсемгүлді сұлу демегендер шошаңдаған қызыл тілді еріксіз тілгізетін сәттерде түк деместен теріс айналып кететін. Ал осы сыры сұлуы атанып шалбар кигенді таңырқатып, салып етектің ерін бір сылп еткізер Әсемгүл сұлулықта жол болған жан емес. Әлде сұлу біткеннің бәрі де о заман мен бұ заманда тағдыр жіңішке жолға салып, талқанын тауысып, тірліктерін тапшы етіп қойған бекен. О заманнан қыз жібек пен баян сұлу, бұ заманнан төңкерістің Әсемгүлі осындай тағдырдың тарғып тіккен тақиясын киген жандар. Жібек пен баянды жырдан оқып, жылап өссек, Әсемгүлдің тағдырына бұ заманда жылағандардан гөрі күлгендер көп. Әке-шешеден ерте айырылып, интернатта оқып жүріп, 9-ды бітірер бітірместе жүкті болып қалғанда, сырттай иелі кетіп, көз қырын салып қоятын әкесінің немере ағасы талақ етті. Көрмеймін деген бір ауыз сөзді айтты, көрмей кетті. Жүктеткен жігітте томпиып іші шыға бастағандақ, маңайласуды қойып, бір түнде зым-зия жоқ болды. 9 ай 9 күнде Әсемгүл босанды. Бірақ ешкімге, тіпті құдайдай көрер кластас жетекшісіне де 32 тістен сөз шығарып баланың әкесінің атын айтпады. Сол тұла бойы тұңғышы комбайншыға көмекші болып жүргенде сабан астында ұйықтап қалып, ажалы темірден болды. Дөңгелегі маңғаз айналған комбайн өмірге абайсыз келіп, қамыққанды әкесін іздеп, ой кеше бастаған баланы айдың күннің аманында белінен бір-ақ басты. Кейбіреулер тілі қышығанда күбірлеп қойып, көз түрткі болып жүрген бір ұл бір күнде осылай бұл дүниемен қоштасып жүре берді. Әсемгүл әйел болып, еркек иемденіп, неке қиғызбады. Әйел өлгендер, кейбір қылмыс жасап, сымқорада отырып келгендер жолықты. Бәрінен де тайсақтап болмайтынын айтты. Бірақ көңілі іштей перзентті болуды армандады. Қалқоздың қара жұмысына қолы шынықты, қаздай тізілген қатар үйлерден үй берді. Әйел көңілі енді өзіне серік перзент іздеп шар құрды. Күндердің күнінде дегені болып, дүниеге қыз келді. Кімнен екенін тағы ешкім білмеді. Тіпті кетпенді бізге шауып, шошала күркеде терлеп тепшіп бірге шай ішер көзі құралпы 2-3 әйелге де білдірмеді. Әйтеуір күлге аунап тапқаным жоқ қой, иесі бар ғой, деп мұңайып салы суға кетті. Сонда біреудің етегінен ұстамайсың ба? Көркің болса кімнен кем? Әкесіз бала жасқаншақ деп еді, үндемей отырып. Қыздар, менде бір қызуы басылған самауырында бір. Сол самауырының суын ішкенмен шай ішкендей бола қояр адам бар мекен? Әке де өзім, шеше де өзім дегеннен басқа ештеңе демеді. Өзінің етегі желбеңдеген жебегей еместігін жеткізе түссем деп еді, көп сөйлегісі келмей осылай қысқа қайырды. Бірақ төңкеріс жұрты Әсемгүлдің әсемдігіне құмарлар шырынға үймелеген арадай көп болғанмен, кетпен шапқанда қара жердің көбесін сөгіп жіберер әйелдің араның ащы тұмсығына іліге кетер оп-оңай шырын еместігін оның